Сәлем достар, сіздермен бірге Лаура. Бүгін мен сіздерге өте керемет болып жатқан осындай әдемі кеспенің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен таза ыдысымызға 2 жұмыртқамызды салып, оның үстіне тұзымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Жұмыртқамыздың үстіне керегінше ұнымызды саламыз. Алдымен осылай вилканың көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін барып қолымыздың көмегімен кішкене қаттылау етіп қамыр илейтін боламыз. Дайын болған қамырымызды бетін жауып 15 минутқа қойып қоямыз. 15 минут өткеннен кейін қамырымызды тағы да жақсылап алып илейтін боламыз. Одан кейін тағы да 15 минутқа бетін жауып қоямыз. Енді дайын болған қамырымызды алып, алдымен ұнымызды сеуіп алып, енді оқтаудың көмегімен жақсылап жұқа етіп қамырымызды жайып шығатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, менде осындай жұқа қамыр дайын болып шықты. Оны 5-10 минутқа кептіреміз. Одан кейін бетіне кішкене ұнымызды себіп, видеода көрсетілгендей етіп, қамырымызды жинайтын боламыз. Кескенге оңай болу үшін мен қамырды осылайынан 2 бөлікке бөліп алатын боламын. Алдымен бірінші бөлігін жақсылап бір келкі етіп, осылайынан тез-тез кесіп алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай кеспеміз әдемі болып шықты, кесілуі де жақсы және де бір-біріне жабыспайды. Видео ұнаса лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де каналымнан пирогтар, торттар, нанның жасалу жолдары және де әртүрлі сусындардың жасалу жолдарын таба аласыздар.